қырандай жырдан менде тояттайын, қалайша намысымды оятпайын. Алдарыңда жырларын арнап шыққан Торғайдың текті ұлы Саяттайын. Тіліміз сөзден жаңылмасын, сыйлықтарын беріп жатыр, қасынан табылғасын. Олай болса, бірінші 10 мыңның авторы Серік, екінші 10 мыңның авторы Жарылғасын. Ай, бәрекелді. Деймді қарап тұрсам, мына байларға өлең шығарған күшті екен ғой. Мен манадан бері сорлап, қарапайым адамдарға шығарып атырым. Ау, мына жаққа ма сендер өтіп кете береді екенсіңдер адам жанынан. Бәрекелді. Ана бәрін қосылып бір таят айса алмадыңдар ма? 10 мыңнан келе бермей. Мына ардақтаға индеймді, мына сәкеңдікі рақат екен. Шықты да мына байларға өлең арнап, бүкіл байларға мын жердегі. Бәрі атып атыр. Мен байғұс қарапайымдар ылғи. Өзім сияқты сіңірлер. Олар бұлай мөлейіп қарап рахметтен баста ештеңе айтпайды. Мен де келесі жолы, тәке, идеяны дұрыс беру керек қой, маған да айтсаң болады ғой, байлар болады деп. Ау, қысылып отыр ма? Олар өмірде қысылмаса болды ғой бастысы. Бұл жерде қысылғандар оқасы жоқ. Бәрекелді. Мен дағы өлең айтып сайрап келем. Алдарыңа барымды кейіп, сіңір болсам да әйтеуір жайнап келем. Ортамызда бір месінек отыр ғой, ақша беріп қалар, мақтап қояйыншы, қайрат деген. Ай, одан ештеңе шықпайды ау. Ол 1 килограмм ет дейді шығар қазір. Не болды саған, не болды? Кетіп баратсың ба? Ал, енді манадан бері нетіп арасында да осы Бауыржан жиеніміздің еңбегі өте жақсы. Мен де өз отбасымның атынан Бауыржанға 10 мың теңге. Ой, мынау сұрап алған бір түрлі екен. Мына қайрат 10 мың атып атыр, ай, масқара мына. Мыналар бар ғой, мәссаған. Мына енді сәл мақтасам ат мініп кетейін деп тұрмай, бар ғой. Мына қонқыштың 5 қойы бар еді, ол да жайына қалды. Кезінде марқұм көз тірісінде атап кетіп еді 5 қойды. Бірақ ол айтқан, егерде мен тірі кезінде 5 қой деді. Мен кетіп қабатсам, аналардан жылқы өндіріп ал деген білмеймін енді. Білмеймін, өздері өле жатар енді. Ал, құрметті ағайын, Алланың шүкір дейміз бергеніне. Сіздерге басты иіп сенгеніме, бәкеңде мықтақынның бірі боп тұр, айналар сұлу сөздің мергеніне. Қанекей бір шабылақ ұрайықшы, балансын бауырымдай көргеніме. 20 мыңды өзіңе бөліп берем, бұл да сенің бағалансын еңбегіңе. Әйтеуір 20 мыңды беріп тындым, ақша таппай мандай терледі ме? Ағаларға өлең жазып келіп едім, бұл жеңгелерге өлең арнап келмеді ме деген келеді. Ай, бәрекелді. Осындайда демеңіздер, тамадалар ортада қуған ба? Өлеңде жақсы ғой, қолма-қол осындайда суырып шап туғанда. Олай болса, мынау 20 мың екеуміздің атынан берейін, идея авторы Думанға. Ал идея авторы ортаға. Мына Саяттың өлеңінің авторы. Анау байлардың атын дізіп берген. Әрине бұл ағама сенемін ғой. Бұл кісі мына менің керегім ғой. Осы кісілер идея беріп жатса, талайларын жазып сөзбен келемін ғой. Ел алдында беріп бәрін құтылайын, бәрібірді ән жақта беремін ғой деймін. Ағамыз бізді шақырып алып, жақсылықты әрдайым көрседі. Інілері тойдан алған гонорарын шыққан соң бәрібір бөлседі. Бәрекелді. Қос ақын, қос бауыр боп аталады, бастысы риза етейік атананы. Ақша, дүние бәрі де уақытша ғой. Ең қымбаты ағайынның шапалағы. Сіздердің шапалақтарыңыз, сіздердің қошеметтеріңіз. Рахмет. Өнерлі ортадан қалайша қашасын. Ағайындардың барлығы осындай тойда жақсы бір жырдан сусындап асасын. Олай болса, әрқашан қасымыздан табылатын
торғайлың өреңдері жасасын.